Ақыр заманның үлкен белгілері Яжуж-Мәжуждың шығуы. Ақыр заман болғанда Яжуж-Мәжуж атты екі тайпаның шығатынын хадистерде айтылған. Бұлардың кімдер екені белгісіз. Бірақ ақыр заманда жер бетінде құмырсқадай қаптап жүрген жерінен шөп шықпайтындай болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оларды жалпақ жүзді, қысық көзді, шаштары сұр, беттері терімен қапталған қалқан сияқты деп сипаттаған. Яжуж-Мәжуж Зұлқарнайын қамап кеткен қорғанды теседі. Тесуге сәл қалғанда күн сәулесін көрген басшылары тоқтаңдар, қалғанын ертең жалғастырамыз дейді. Қазуды тоқтатқан кезде Алла қазылған жерді қайта қалпына келтіріп қояды. Күндердің күні жер бетіне шығатын уақыты жақындағанда басшылары қане қайтайық, иншалла қалғанын ертең бітіреміз деп иншалла сөзін алғаш рет қолданады. Ертесіне әлгі жерге қайта келгенде ойылған жер қалпына келмей, сәл ғана қалған жерді аяғына дейін ойып жер бетіне шығады. Олар жүріп өткен жеріндегі бүкіл суды ішіп тауса, аспанда да өз биліктеріне алғысы кеп аспанға қарай оқ атады. Атылған оқтар қайтып жерге түскенде қан боп түседі. Мұны көрген олар жердегілерді де көктегілерді де жеңдік дейді. Осыдан кейін Алла тағала олардың бастары мен желкелеріне бір құрт жіберетін көрінеді. Құрттар олардың жанын жеп, ақырында барлығы тып-типыл қырылып қалады екен.